Ағайын ерге жол алдық. Алдын видеоларында көрдің ба, көрмедің ба, Руслан? Брестецкий больницаға, гематология бөліміне бірнеше мәртелеп барғанбыз балалардың кебілін алуға да. Ол кеселікпен ауыратын балалар әзіл емес та, ол жеңіл кеселік емес. Оларға сондай енді диагноз қойылған ба, сөйтіп айтады да, құлас 12 жасқа дейін жақсы қаралса, балада тырысып, әрекетсізделсе, 12 жастан кейін жаздырып жібереді екен да, ол кеселік. Бүгін құда қаласа, сол химиялады олар, қатты қиын құласы, ауыр. Бүгін екі бала қазір сол басқыштардан өткен. Құда қаласа, солар қазір бір жерде жиналып, ауқатланып алыпты. Һәм сауға саламлар менен біздің апамыз бар, Гүлайым апамыз бар. Һәм уақыт осы балалардың жырын жырлап жүретұғын Қожа Уз сайты басқарушысы. Гүлайым апа қазір кеше сөйлескен уақытында не қызмет бізде барайық, қармасын сол балаларға деп не уақытында әмме нәрсесін апамыз әмме нәрсесін тәмелеп қойған екен да. Тек балалардан әсте сорап берің деген уақытында сол костюм шалбар кигім келіп жатыпты деген да балалар. Енді олар балалығынан көре алмай жатыпты да, себебі өмірі больницада өтеді, хақиқатын айту керек, больницада өтіп келеді олардың. Жаңағыдай газге, шомылуға, мәселе бала болып бір ойнауға, жүгіруге болмайды ол балаларға. Сол себепті ерекшене балалар болғансын, қайда мен бір костюм шалбар кигім келіп жатыпты деген, қазір сол законный костюм шалбардан алды. Руслан, сол үшін шақырдым, сені де достарың бар, подписчиклерің шетелде көпшілік көреді, имканияты барлар көреді. Бұл әттекі бұл кеселікпен күресеміз деп, бұлардың дәрілері де жүда қымбат та. Мемлекет тарапынан беріледі, лекін ол дегенменен бұлар көп алу керек та. Сол себепті енді қысқа айтатын болсам, үйлерін сатып жіберген адамдар бар да, ата-аналар бар да, сол балалар үшін үйлерін сатып, сол дәрілерді алып емдету үшін да. Қауендері зарur бұларға. Біздердің имканиятымыз оған жетпейді, хақиқатын айтуымыз керек. Тағыласа әммесіне Аллах шипа берсін. Басқа балаларға да қарам, Гүлайым апаға мен бір рахмет айтпақшымын. Не үшін бұл затты шөкеместіріп жатыпты? Қалған балаларға атырапында балалар бар да ол жерде. Солар сол екі баланы көріп, соған сауға саламлар бергенімізді көріп, мотивация болсын. Қалғанларым менің тәуір болуым керек. Мен тәуір болсам, сондай мотоцикл, жаңағыдай скутер, велосипед, сондай костюм, сондай әпереді маған деген түсінік болса, ұйғанады ішінде. Сол мақсатты бұл затты шөкеместіріп жатқан екен. Сол жаққа баратырмыз. İmkaniyatı бар хамилерді şu балаларға спонсорлық қылышқа шақырып қаламын. Мектеп ашылды. Емхана ішінде. Бақша ашылды. Сол жерде оқытады ма енді? Сол жақта балаларды оқытады. Балалар оқымайды еді емлені уақытында. Больницада жатқан балалар оқымайды еді. Оқудан қалып қойып еді. Рас шындықты айту керек. Соған Атамұратов жәрдем берді. Білімдендіру министрі Гүлстан Қожабаева тікелей жәрдем берді. Нүкіс қаласы білімдендіру бөлімінің басшылығы Бахадыр Афимов жәрдемінде, мына сіңліміздің жәрдемінде еш үзліксіз оқытуы жазда, каникулдадан жазғы лагерлер болып өтеді. Соның үшін әммеге осы фұрсатта осы жиналғанымыздан пайдаланып рахмет айта жақпан. Ең әуелі тағы бір мәрте айтамын, халқымызға рахмет. Сөйтіп қолдап қуатлаған, жан ашыған. Енді тағы бір нәрсе айтып кетейін, тағы бір сауғасы бар. Бұны құласы Шипалина магазиніне барып төлемек пластигін алып кетіп, пластигін өткеріп, осы екі сауғаны екі баламызға арнады. Соларға рахмет айтып, мұнау тоқтап тұр. Алаяқ, сенің атың. Зинади, мынау сенің қайшағың. Жақсы ма? Үлкенмен артқа боласаң ендігі. Қолап қосылағыларға, қайқорынға келерге әмеге тек алғысыз қоғаны басқа жоқ. Құдайға рахмет айтқаншымын. Екінші, сізге халыққа рахмет айтқаншымын. Әмді ақырында сен күреспеген мама.
Ами жерге шыңғырлатып тәуір болдық.